Құрметті тыңдарман, Өмір-ай арнасының бүгінгі әңгімесін тыңдап қолдай отырыңыздар. Әңгіме соңында кейіпкерімізге өз ақыл-кеңестеріңізді, өмірден түйген білгендеріңізді жаза отырыңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз оқырмандарым үшін маңызды. Ал біз әңгімені бастаймыз. Жезде. Әңгіме авторы Қанат Тілеухан. Қараш, басым сынып барады. 500 теңге берші, деді ту сыртымнан келген жездем, аянышты дауыспен. Тісімді ысып жатқасын тіл қатпай, басымды изедім. Табиғатынан момын Жұмағали одан әрі үн қатқан жоқ. Үйден үсілге алып шығып, мені күтумен болды. Екі көзі шарасынан шығып, жағы суылып, өңі қашып кетіпті. Жуынып болып, сұрағанын бергенімде, «Әй, балдыз, сен болмасаң қайтер едім, рахмет» деп, жанары күлім қағып, қашадан шығып кетті. Апам екеуміз Алматыдан Қарабұлаққа кеше түнде келген едік. Анамның бала күнгі құрбысы 70-ке толып, Талдықорғанда той жасамақ. Апам қонаққа жолдан шаршап бармайық дегесін, бір күн бұрын шығып, Талдықорған маңындағы Қарабұлақта тұратын жездемнің үйіне кеше түнде келіп түскенбіз. Үй иесі болмағасын, бірден жездеме іздеу салып, «Қамар, Жұмағали қайда?» деп ем. Жетім қыздың туған күнін тойлап жүрген шығар» деген қысқа жауап алдым. Байқауымша, сол тойдан келген беті осы сияқты оның. Әрмен қарай жалғасуына өзімде мұрындық болып отырмын. Әлгі күйеу бала бір көрінді де жоқ болды ғой. Қараш екеуі сыртта сөйлесіп тұрған шығар. «Қайда кетеді дейсіз?» дейді әпкем шай құйып жатып. Үйдің кіреберіс бөлмесіне бас сұққанымда, дастархан басында екеуі әңгімелесіп отыр екен. «Қайда кетеді дейсің, сол аузына тисе тоқтай алмайтын сияқты ғой». Қамар естімегендей болды ма, әйтеуір үндеген жоқ. Мен мына 40 жыл сендердің алқаш әкелеріне қатын болып ем. Енді сенің де сорың қайнайтын болды ғой, Қамар, деді шешем. Мама қойш, сүйегі баяғыда шіріп кеткен папамның әруағын шулата бермей. Шешем қояр емес. Біз алқашты 40 жыл бай қылдық. 6 бала таптық, қайтесің енді. Сен де көнесің. Бірақ сендердің орталарыңда бала жоқ. Ол кәрі шалды тастап, өзіңнің теңіңді тауып алсаң да болады ғой, деп қойды. Қамар бұдан ары шыдай алмаса керек. «Әй, Жұмағали, қайдасың? Енең сағынып келіпті. Кірсеңші үйге» деп айғай салды. Кірмейді. Анау бауырың ақша берген ғой. Жұмағалиың баш жазуға кетті, деді шешем байыппен шайын ұрттап ішіп. Бұдан әрі есік алдында тұра алмадым. Қылмыс жасап қойған адамдай қипақтап, Жұмағалисыз ас бөлмеге кіріп, дастархан басына жайғастым. Қамар мен шешемнің әңгімесі сап тыйылды. Көп кешікпей жездем де келді. Бетіне қан жүгіріп, жүрісі ширай түскен. Тілі аузына симай, бағана әрең сөйлеген Жұмекең: «Мамаша, қалай жеттіңіздер? Алматыдағылар аман есен бе?» деп даңғырлай сөйлеп менің қасыма отырды. Анам Алматыдағы бір қауым ағайын туыстың жайын айтқандай болды. Әпкем қабағын шытып, жездемді жақтырмай бір кесе шайды әрең ұсынды. Жұмағали Қамардың суық түсінен именді ме, одан әрі жақ ашқан жоқ. Төртеуміз біраз уақыт аузымызға су ұрттап алғандай отырдық. Тұздалған қиярды шанышқымен алып жатып, қант үстіне түсіріп алдым. Апам лезде қолымен қиярды алды да: «Мә, Жұмағали, жеп қой», деп жездемнің алдына тастай салды. «Мама, бұның үстіне? Ит те болсам, осы үйдің иесі мен ғой. Қамар қазір үстел жинағанда мусордың шелегіне тастай салады. Әй, неге тастайды екен? Тап-таза жи салсаңшы», деп шешем қояр емес. Әпкем жездеме шүйліге түсті де: Жұмағали, мен осы саған қанша рет айттым? Менің туысқандарым келгенде ішпе деп. Осы үйге келгендерден ақша сұрап жүресің.
Сорлы неме. Ішсем өз үйімде ішемін. Далада мас болып жатқаным жоқ. Келген қонақтарды боқтамаймын, деді бүгежектей жауап қатып. Әпкем де қояр емес. Іш, сосын ішіп жүріп өлесің, деді. Қараш, біз жарытып отбасы бола алмаймыз. Өткенде менің басымды жарды осы әпкең. Мені бір күні өлтіреді. Бізге ажырасу керек деп маған бұрылды. Үндегем жоқ. Шешем бағанағы байыпты қалпынан айнымай, ажырассаң ажырас, далада қаласың. Үй қазір менің атымда, деп келіге кетті. Қайтадан өз атыма жазып бересіздер. Үйдің иесі мен деп жездем кеудесін ұрғыштап барып тоқтады. Жұмағали, неменеге Қараштың көзінше жаппа шеккен адамдай кейіп танытасың? Бұл үйді бірінші әйелің алимент төлемегенің үшін тартып алатын еді. Сол үшін мамамның атына жаздық емес пе? Деді әпкем. Бұл ұрыс ушығып арты жанжалға айналып кетпесін деп, әпке жездемді сабырға шақыра бастадым. Шешем мені қостай жөнелді. Әй Жұмағали, Қамар, болды енді, қойыңдар. Әсілі, адам баласы үйіне қонақ келгенде ұрыспайды. Ел жоқта ұрсасыңдар ма, төбелесесіңдер ме, өз еріктерің. Қамқаш, еркек сөйлегенде үндемей құтылу керек. Сөйлесең бағаң кетеді, сөйлемесең нең кетеді. Әй Жұмағали, еркекпін демей, қатынның да сөзіне құлақ асу керек. Сенің қан қысымың көтеріле береді, ауырып қалмасын деп, жаны ашыған соң саған ішпе дейді. Ертең ауру болып төсек тартып қалсаң, кімге керексің? Мамашаныкі дұрыс сіздікі деп, жездем басын көтеріп маған қарап ыржия күлді. Ашуға булыққан әпкем жарылып кетердей болып отыр. Ләм деп аузын ашпады. Шәйнектің сыртын ұстап көрді де, қайта қайнатып алып келейін деп, ас үйге шығып кетті. Арада сүт пісірім уақыт өтті. Әпкем қабағын түйіп жүріп, қайтадан дастархан жайды. Отбасы болғасын, ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Баяғыда марқұм шал екеуміз қырылысып алып, бірге отырып ішкен шай тәтті деп күлдіруші еді. Келіңдер, деп, шешем төрдегі орнына қайта жайғасты. Енесі мен күйеу баласы тіл тауып, өзара біраз әңгімелерді айта бастады. Біз арасында бас изегеніміз болмаса, тыңдаушы деген жұрттанбыз. Айтпақшы, мамаша, сізге негізгі жаңалықты айтпаппын. Менің ұлым жақында үйленеді. Бас бармағын шошайтып, мынау деген жігіт болыпты өзі деп шірене сөйледі. Әпкеме баласының суретін алдыртып, бізге көрсетті. Қабағынан қар жауған бағанағы әпкем жоқ. Өз баласына сүйсінгендей, ол да мақтанып жатыр. Тура менің Жұмағалимнан аумай қалған. Мама, Қараш қараңдаш, қастары қандай қалың дейді. Біз отырмыз, жақсы екен деп. Опшым той тура 3 айдан соң болады. Шақырту да жіберді, бару керек, деген жездем анам екеумізге жалтақ қарайды. Үлкендерден рұқсат сұраған бейне бір бала сықылды. Біз әрине бару керек деп қоштап кеттік. Бірақ Қамар бармаймызға салып қырсығып жүр. Мамаша, айтыңызшы, сіздің тіліңізді алады ғой. Мен қалай туған ұлымның тойына бармаймын? Жұмағали, мені тағы да тиран етіп көрсетуді бастадың ба? Барамыз дедім ғой мен саған. Тек сен жолға және жақсы сыйлыққа ақша тапсаңшы. Тапқан таянған тиын тебеніңді араққа жұмсамай. Өткенде той болады деген хабар жеткенде, банктен 500 000 теңге алып салып жібердің. Ай сайын енді сол несиені төлеу керек. Неменеге енді қазір байғұс бола қалдың? Жұмыс деп, әпкем қайтадан ашуға мінді. Әй, қойшы сен қатын, қараспанды төндіресінде тұрасың, деді жездем. Сенен гөрі анау ұлың ақылды. Қазір
Мен әкесіне жазған хатын сендерге оқып берейін, деді де, Қамар тік үйден 2 бүктелген хатты алып шығып, оқи бастады. Сәлем хат. Папа қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма? Елдегі туған, туыстар аман ба? Менде бәрі жақсы. Диананың да жағдайы жаман емес. Биыл 9 сыныпты бітіреді. Семейдегі колледждердің біріне тапсыратын шығар. Адам есейе келе бәрін түсінеді екен. Сізге деген бұрынғы өкпе реніш жоқ. Әкесіз өмір мені шынықтырды. Бала күнімнен еңбек еттім. Сауда орталықтарына келген көліктерді күзетіп, ақша тауып үйрендім. Детдомның балаларымен төбелесіп жүріп, бай-бағландардың машиналарын таласып, күзеткен кездерде болды. Сабағымда жаман оқығаным жоқ. Өз күшіммен колледжге түстім. Оқып жүріп, даяшы да, күзетші де, көлік жуушы да болып жұмыс істедім. Ең алғаш рет айлық алғанда Дианаға ән тыңдайтын плеер алып бергенмін. Сол кезде қуанғанын көрсеңіз ғой. Маманы басқа еркекке тұрмысқа шықтым деп жазғырушы едім. Енді түсіндім ол кісіні. Әркім өз өмірінің иесі. Енді міне, мен де өз өмірімнің жаңа белесіне шықпақшымын. Өз отбасымды құрамын. Колледжден кейін университетке сырттай түсіп алған болатымын. Дипломды биыл алам. Сосын бұйырса, өз мамандығымен еңбек етемін. Тойым тамыз айының 26-сында болады. Сен міндетті түрде кел, папа. Құранның сүресіне ұйығандай, шешем екеуміз табжылмай тыңдап қалыппыз. Бірақ хат соңына дейін оқылмай қалды. Жетеді. Болды. Маған жазылған ұлымның хатын, осы үйге келген кеткендердің бәріне неге оқи бересің деп, Жұмағали Қамардың қолындағы 2 бет парақты жұлып алып, үстел басынан тұрды да үйден шығып кетті. Тысқа шықсам, Жұмағали үйдің бұрышында отыр екен. Маған қарағанда жоқ. Қолындағы ұлының хатын менен жасырғысы келді ме, төс қалтасына бүктеп сала салды. Шылымын тұтатып, маған біреуін ұсынды. Екеуміз будақтатып отырмыз. Балдыз, темекі мен арақ қана қайғыңа ортақтасады екен ғой. Жарты ғасырлық ғұмырым өтіп кетті. Мына түріммен барлықтарың жеркенесіңдер. Шошисыңдар, Мен әскерде артиллерист болдым. Кезінде қандай жігіт едім деп, басын бір шайқап алды да, әңгімесін қайта бастады. Ұлым айтпақшы, барлығымыз өз өміріміздің иесіміз, өз өміріміздің құрылысшысымыз. Мен өмірімді реттей алмадым-ау. Бала күнімде нағашы ата әжемнің тәрбиесінде өстім. Шалмарқұм малдың соңына салды. Оқуды жарытып оқымадық. Әскерден соң әйтеуір қуып жүріп отбасын құрғандай болдым. 90-шы жылдары заман қиындады. Қайсыбірін айтайын. Ақша таппаған еркектен сүйкімсіз жан болмайды екен ғой. Бұл дүниеде. Әйелім ұл қызымды алып, бір күнде-ақ мені тастап кетті ғой. Ұлым міне ер жетті, тойы болады. Өзі тырысып, тырмысып, тойын жасамақшы. Ал менің отырысым мынау. Өткенде несие алып, 500 000 теңге беріп жібергенмін. Өмірде жасаған бар жақсылығым сол ғана. Әпкең соны түсінер емес. Не дерімді білмей отыра бердім. Шылымның қорабынан тағы да бір талын алып, аузына қыстырды. Мен де біреуіне қол создым. Жезде, тойға барғаның дұрыс, қалай болғанда да баруың керек. Жолға ақшаны мен ақ тауып беремін. Міне, мұндай сөзді күтпесе керек. Жұмағали, рас па деп маған бұрылды. Жүзінде қуаныштың лебі пайда болды. Рахмет Қараш, рахмет. Әзірге тағы да бір 500 теңге берші. Мына құрғыр бас болмай тұр, деді қиылып. Қамар маған ренжиді ғой деп, айта жаздап барып, 500 теңгесін бердім. Ол жалма-жан орнынан атып тұрып, қақпаға қарай жүріп кетті.
Қамар әпкемнің менен бар жоғы 2-ақ жас үлкендігі бар. Екеуміз тете өстік. Тетелердің төбелесіп өсетіні бар емес пе? Біз де үйде үнемі әр нәрсеге таласушы едік. Еркек шора әрі қарулы Қамарға менің шамам жеткен емес. Бірақ түзде үнемі мені қорғап жүретін. Шешем айтпақшы, мен тым жасықтау болдым ба әйтеуір. Қалаған затыма Қамар арқылы қолым жететін. Анам, мынау қарашы осы үйдегі кәмпиттің бәрін тауысып бітеді. Қайда тықсаң да тауып алады. Үйге қонақ келсе, дастарханға салайын дейсің ғой. Ал бұл жетпегір сандықтың ішін жылан жалағанда етіп қояды. Осылай айғайдың астына алған кезде басымыз қанша сыйыспаса да, жалғыз Қамар ғана араша түсуші еді. Мама, осы біздің үйге келген қонақтардың кәмпит жегендерін көрмедім. Келгендер тек қана ет жеп, арақ ішеді. Не болды соншама үйді басыңа көтеріп? Деп анамның ашуын өртке су сепкендей лезде тоқтатып тастайтын. Оған біздің үйде ешкім дауыс көтеріп сөйлей алмайды. Оған себеп те жоқ емес. Үлкен ағамның тобылғы тораты болды. Белі қысқа, жалы майда, қубас жүйрік жануар еді. Сонымен көкпарға түсіп жүретін, бәйгеге қосуға да дәмесі бар болатын Қасымхан балалардың үлкені болғасын әжемнің бауырында өскен. Оның да бетін қағатын жан баласы жоқ. Әкем марқұм салт жүру керек болғанда, тобылғы торға жоламай, құлынын жетектеп, буырыл биені мінуші еді. Бір күні сол атпен Қамар өзі құралпас ұлдарға еріп, жайлауға тартып кетті. Бір апта дегенде әрең ауылға жетті. Ағам үстіне шыбын қондырмайтын торыны әпкем арықтап алып келген. Сол кезде ашуға мінген ағам аямады. Оған әкем де қосылды. Қамардың тентектігінен әбден мезі болған шешем мұндай қолайлы сәтті жіберсін бе, ол да бар ашуын әпкеме төгіп алды. Әулетіміздің ең үлкені әжемнің екі бастан Қасымханның сөзін сөйлейтіні белгілі. Қайсар әпкемді барлығы жабылып иліктіре де алмады ғой. Қанша таяқ жесе де көзінен жас та шыққан жоқ. Тісін қайрап, тысқа шығып кеткен. Мұндай қорлыққа төзгенімше, өлгенім жақсы деп, қораға барып асылмақшы болыпты. Алла сақтаған екен. Әкем үлгеріп, мойындағы арқанды кесіп аман алып қалды. Содан барлығының жалынып жалпайып, кешірім сұрағаны бар. Бұл оқиғадан кейін не істеймін десе де, Қамардың алдына ешкім тұрмайтын болды. Бастапқыда тобылғы торға жолаған жоқ. Сосын Қасымханның көзі тайғанда мініп алуды шығарды. Оны үйдегілер көрсе де көрмегенде кейіп танытты. Кейін білдім, ағам Қасымхан да білмегендей болып жүріпті. Бір жылдан кейін әжеміздің баласын әскерге шақыртты. Ақыры жануар Қамардың меншігіне өтті ғой. Қамардың бойында бала күннен ожарлау мінезі бар тұғын. Төбелес құмар. Ол алдына түскен аямайтын, біздің үйден кейінгі екінші үйде тұратын Құралхан деген менің сыныптасым бар. Лақап аты пілдің құйрығы. Әкесі Жабаш, зор денелі, қапсағай бойлы, шоң қара дәует. Ол кісіні құрдастары қара піл дейтін. Мен өмірімде ондай көмірдей қап-қара алып адамды көргенім жоқ. Біздің Құралхан әкесінің соңынан қалмайтын. Қайда барса да артынан еріп жүреді. Содан кім екенін білмейм, әйтеуір тіл жақты біреудің дуалы аузымен Құрал құрдасым пілдің құйрығы атанды. Бірақ олай атауға ілеудің біреудің ғана жүрегі дауалайтын. Дене бітімі әкесіне тартқан қиқар Құралханға өзінен 1-2 жас балалар да бата алмайтын. Бір күні сол пілдің құйрығы біздің аулаға келіп, мені асық ойнауға шақырды. Далаға шықпақшы едім, Қамар, сабағыңды оқы, деп жібермей қойды. Үйдің кіре берісіндегі табалдырыққа шығып, қараш ойнамайды,
сабағын жаттап болғасын ғана шығады, деді. Анау қояр емес. Қамар, қойшай, шақыршы тездетіп. Менің жаңа сақам бар. Асық ойнағым келіп тұр. Көп сөзді қойып шақыр дейді, сабазың. Неге екенін білмейм, сол күні әпкемнің сіркесі су көтермей жүрген еді. Лезде құралқанға шаптыға айғай салды. Ей, қара пілдің, қап-қара көтені. Айтқан сөзді ұқпайсың ба? Шықпайды, қарашы өзін. Кет дедің ғой саған, кет деді. Құрал, шыдап тұрсың ба? Көк көз, көтен ауыз жерден шыққан жалмауыз. Есік алдында неменеге батырсынып тұрсың? Қорықпасаң шықшы, қашаның сыртына. Сен інімнің сыныптас досысың. Сенімен төбелеспеймін. Қазір Қарашты ойнауға жіберемін. Бері кел, деп шақырды, қулыққа басып. Аңғал Құралхан арсалаңдап кеп, табалдырыққа жақындай бергенде, әпкем ауыз үйдегі қол жуғыштың толып тұрған шелегін үстіне төге салды. Анау абдырап қалғанда, қайдан тауып алғанын білмейм, жуан таяқпен ұрғылай бастады. Бетін қан жауып кетті. Әрең дегенде жүріп арашалап алдым. Әпкем, мен саған көк көз, көтен ауызды көрсетемін деп қояр емес. Қамардың басынан бір емес, бұндай төбелестің талайы өтті ғой. Жоғары сыныпқа барғанда әпкем ұлдармен бірге еркек балаша жүрді. Мектепті бітіргенде мүлде оқымаймын, жылқышы боламын деп шықты емес пе? Ақыры, әпкелерім қоймай жүріп, Алматыдағы тек қана қыздар оқитын университетке түсірді. Бір жыл оқыды ма, оқымады ма, үлкен қалада тұра алмай, ауылға оралды. Шеше мен әпкелерім оған қатты ренжіді. Менің де мектепті аяқтайтын кезім келді. Қысқасы, Қамар үйдегі малға қарап, әкемнің жанында қалды. Әпкем тұрақтай алмаған қалада 4 жыл оқып, сол жақта қазығым қағылып, алып шаһардың тұрғынына айналдым. Ал Қамар ауылдан алыс ұзамай, Талдықорғандағы ауыл шаруашылық колледжін сырттай тәмамдап, қала сыртындағы әскери бөлімдердің біріне жұмысқа кірді. Өзіме жұмысым ұнайды деп жүретін. Неге екенін білмейм, 3 жылдан кейін ол жерден кетіп қалды. Маған себебін айтқан жоқ. Мен сұрамадым. Ауылда 1 жылдай сыныптастарымен диқаншылықпен айналысты. Сосын қайтадан Талдықорған барып, күзет фирмасына жұмысқа тұрды. Бүгінге дейін сол жерде еңбек етеді. Қамар тұрмысқа 30 жасында бірақ шықты. Ол кезде Алматы маңына көшіп алған болатынбыз. Әпкемнің тұрмысқа шығуы өз алдына. Бір күтпеген оқиға болды. Ата-анамның алдынан өткен құдаларды көрмедік. Кеш қарая, ешкімге хабар берместен, жездемді ертіп, сау етіп келе қалғаны. Әдеттегідей жұмыстан кештетіп келіп едім. Алдымнан анам шығып, қараш, анау жынды әпкең тұрмысқа шығатын болды, деді. Жақсы ғой. Құдаларыңыз қашан келеді екен деймін. Қайдағы құда? Келін алып келгенде келіпті ғой. Қайдағы біреуді жетектеп. Бар, таныс, деп бұйыра сөйлеп. Соншама жүріп тапқаны. Өзінен 16 жас үлкен еркек екен. Әй, құдай-ай деп. Шешем өз бетін өзі шымшып, тыста қалды. Мен ішке кіріп кеттім. Алматыда тұратын екі үлкен әпкем де үйде екен. Дастархан басында Жұмағали кісі көзіне тура қарамай, көп әңгімеге араласпай, өзімен өзі отырды. Шешем айтпақшы, расында да бейне бір алдымдағы ағам келін түсіргендей, тамаққа да ұяла-ұяла қол созады. Қамардың сөзінен ұққаным, жездем бұған дейін бір рет отбасын құрған екен. Әйелімен дәм-тұзы жараспай, біраз жыл салықта тұрған көрінеді. Облыс орталығына таяу жердегі Қарабұлақ елді мекенінде үйі бар әпкем, сөз арасында сызылма, еттен асап-асап ал. Жатқанда қарның ашады деп, алдындағы тарелкасын асқа дүркін-дүркін толтырып қояды. Дастарханда не бар, соның бәрін жездемнің алдына үйіп тастады. Әпкелерім шешеме қарайды, шешем әпкелеріме қарайды.
Әкем үстел басында көп аялдамай, көретін футболым бар еді деп тұрып кетті. Ең үлкені әкем күйеу баласын әңгімеге тартқысы келді ме? Жұмағали, әңгімеңді айта отырсаңшы, өзің көп сөйлемейді екенсің, деді. Анау, не айтамын? Біздің Қамардан сөз қалды ма деп шорт қайырды. Қос жанары лекерге алая бір қарады да, екі айырыла біткен алдыңғы екі күрек тұсының арасында тұрып қалған етті қолымен ала бастады. Лекердің қасында отырған Бәтимаш әпкем, ой, ужас какой-то деп күлкісін жасырмақ болып, аузын жаба қойды. Лекер сіңлісін ақырын шынтағымен, қой, ұят болады дегендей түртіп. Түсінгенім, әзірге жұмыссыз екенсің, мамандықта игермепсің. Көлік жүргізетін куәлігің бар ма өзі? Деп сөзін жалғастырды. Жездем ақсиған тістерін жасыра, жоқ деп жауап қатты. Қызық екен. Қазіргі заманда еркек түгілі жүргізуші куәлігі әйелдерде бар. Не сен, күйеу балаңа машина алып бермекпісің? Деп араға Қамар түсті. Жай сұрағаным ғой, Камка, жай сұрағаным. Кел, Жұмағали, саған сорпа құяйын деп, оның кесесін алып, орнынан тұрып кетті. Кезек енді Бәтимашқа келді. Некеге тұрсаңдар, Қамар, сен күйеуінің тегін аласың ба? Жұмағали, сенің фамилияң қандай? Деп ерлі зайыптыларға кезек-кезек қарады. Бұның фамилиясы Итбасов, деді Қамар. Көтек, мұндайда фамилия болады екен деп, шешем өз таңданысын жасыра алмады. Теперь ты будешь собачиха, деген Бәтимаш әзілдегенде болып езу тартты. Вообще не смешно. Жунка, нағып отырсың, тұр. Болды, кеттік үйге, қайтайық. Жұмағалимен бірге біз де орнымыздан атып тұрдық. Қамар, рахмет, мама. Көп рахмет. Все было как всегда, деді де асығыс жинала бастады. Менің жездемнен алғашқы таныстығым осылай болып еді. Алғашқыда әкемнен басқаларының барлығы Қамарды қатты сөкті. Жұмағалиды күйеу бала деп атауға шешем қатты қымсынды. Бай таппағандай, тапқан байы кәрі шал. Өзі бір күн жұмыс істесе, екі күн ауырады. Одан қалса түріне қарамай арақта ішеді екен. Ішсе тамаққа тоймайтын мешкейлігін айтсаңшы. Жоқшылықтан әбден ашығып кеткен адам ғой бір өзі, деп жерден алып жерге салды. Бұлар ұзақ бірге тұра алмас. Қамардың мінезіне қашанға дейін шыдар дейсің. Күйеудің өзі де жұмыс істегісі келмейтін көкжалқау көрінеді. Ондайды есі дұрыс әйел сыйлай ма? Әрі кетсе жарты жылдан кейін-ақ ажырасып кетеді деген болжамдар жасап тастады. Айта жақтата алатын кез болады екен. Жұмағалидың жыры да уақыт өте бере бәсеңси бастады. Ішкенде ғана ашылатыны болмаса, қашанда артық сөз айтпайтын ұяңдау, ақ көңіл, адал көңілмен жездем біздің әулетте өз орнын таптау. Бау бақшасын тап-тұйнақтай етіп қарайтын жездемнің үйінің өз берекесі бар. Лекер тамыздың аяғында бала шағасымен барып, жеміс-жидектен қысқа керек жарағын даярлап алатынды шығарды. Жаз келсе, Балқаш көліне бармаса, бас ауыратын Бәтимаш әпкемнің де Алматы мен Лепсі ортасында аялдайтын жері Жұмағали мен Қамардың шаңырағы. Шешемде жыл сайын, биыл да жездеңнің кәртөшкесі жақсы шыққан шығар. Келген кеткендерден бір мөшік салып жіберер ме екен деп дәметіп отыратын болды. Сондай-ақ Қамар, Лекер сынды күйеуім аз ақша табады деп, Жанардай жолдасының сарандығын, болмаса Бәтимаштай ерім көзіме шөп салды деген әңгіме айтқан емес. Әпкелері сынды күйеуіне еш шағымданбайды. Жұмағалиді күстаналайтын сөзді ет құлағым естімеді бір. Тек Қамармен оңаша қалғанда ол маған, қараш, Жұмағалиді ешкім жақтырмайды.
Саған да ұнамайтын шығар, солай ма? Ренжімеймін, шыныңды айтшы, дегені барды. Бұндайды күтпеген. Қарашыңыз айтарға сөз таппай қиналды. Сәлден соң барып, саған ұнаса болды емес пе? Әркім өз өмірін қалай сүргісі келсе, солай сүреді. Мен сенің қандай да шешіміңе құрметпен қараймын, дедім. Қараштай басқалардан көрі менің қалай өскенімді сен жақсы білесің. Ер баладай өстім ғой. Өзімнің қыз екенімді мойындау мен үшін тым ауыр еді. Қазірде мойындағым келмейтін кездер болады. Маған Жұмағалидан басқа еркек қарамады деп ойлайсыңдар ма? Ханзадалардай болмаса да, талай сөз айтқандар болды. Бірақ менің мінезіме кім шыдайды? Ал Жұмағали өмірді көрген үлкен еркек. Ол менің тентектігімді де, еркелігімді де көтере білді. Кейде тамақта жасап қояды. Білесің ғой, мен бала күнімнен қазан ошақ маңына жолағанды суқаным түймейтін. Жыным ұстаған кезде ұрып та аламын, деп сөз соңын әзілге бұрғандай болып еді. Жездемнің бағанағы дастархан басындағы сөзіне қарағанда әпкем әзілдемеген екен. Қайткен күнде де шешем айтпақшы, Қамардың қазаны бөлек адам. Алайда оны соңғы кезде бір ой мазалайтынын да білем. Аға әпкелерімнің балалары келсе, өзін қоярға жер таппайды. Солардың асты үстіне түсумен болады. Жасы 40-қа таяп келеді ғой. Құдайдан тілегені бір шекет. Жаратқан тілеуін берсе деймін. Қайтадан баш жазуға кеткен Жұмағали бұл жолы ұзақ жоғалды. Шешем екеуміз кешке қарай тойға кеткенімізде, үйде әпкем жалғыз қалғанды. Оның қай уақытта келгенін нақты білмеймін. Әйтеуір мені таңғы ұйқымнан жездемнің «Қараш, өлтірмесең баш жазарға 500 теңге бер» деген дауысы оятып жіберді. Кештетіп жатса да ерте оянып алатын жас үлкендердің әдеті емес пе? Шешем де тұрып алыпты. Беті қолымызды жуып, таңғы асқа отырдық. Жездем өз оразасын тыстан ашып келді. Бұл жолы дастархан басынан қашқақтап жүрді. Кіріп шығуы көп. Ара-арасында ішіп жеп отырыңыздар деп қояды. Оң жақ қабағының ісіп тұрған байқадым. Шешемнің де көзі шалса керек, бірақ аңғармаған кейіп танытты. Қамарға тойдан сарқыт деп тойбастардан алған басқа тағатын неше түрліні, кәмпиттерді, тағы басқа ұсақ-түйек біраз нәрселерді беріп жатты. Жездем екеуміз тысқа шықтық. Ол көлігіме бір мөшек картошкасын салып берді. Оң жақ қабағын қайта-қайта қолымен көлегейлеп әуре. Сөз арасында жаман жездең кеше қызып келе жатып, жамасына қарамай жастармен байланысып қойды. Сендерден ұят болды, сендерден ұят болды дейді. Бір сөзін 2 рет қайталап. Біз артынып-тартынып болғанда Жұмағалидың маңдайының қыртысы жазылып, даңғырлап сөйлеп, тілі шыға бастады. Мынау өзі күнде ішеді екен деп ойлап қалмаңыздаршы. Мамаша, Қараш, өзі солай болып қалды. Айтшы, Қамар, кеп тұрыңыздар дейді. Анам екеуміздің бетімізден қайта-қайта сүйіп. Мамаша, қызыңызға айттыңыз ғой. Баланың тойына жібереді ғой. Қамар сіздің тіліңізді алады. Ал сен кешегі берген уәдеңде тұрасың ғой. Жолыма ақша тауып беремін дегенсің, дейді. Менің қолымды қайта-қайта алып, біз иә деумен болдық. Мен әпкеммен қоштасар сәтте Жұмағалидың анау қабағы не деп, еркек адамға әрі күйеуіне қол көтеру әбестік екен айттым. Қараш, қойш, сен оны білмейсің ғой. Мас болғанда ол албастының тілі жаман. Айтпақшы енді, қанша сұраса да менің күйеуіме ақша беруші болма, деп маған қатаң ескерту жасады. Талдықорғаннан кейінгі Балпық мұқыры сынды елді мекендерді артқа тастап, көлігі сирек тас жолға түстік. Шешем орындығын артқа шалқалақтап қойып, ән тыңдап отыр. Менің көз алдыма
Қамарға айтыңыздаршы, ұлымның тойына баруым керек қой, деген жездемнің жалынышты түрі кетер емес. Автокөлік магнитофонның дауысын сәл бәсеңдетіп: «Апа, Қамар неге күйеуіне қол көтереді? Сізде?» «Не сізде? Мен әкеңе қол көтерген емеспін. Ішіп алып, жатпайтын кезде ғана жұлқылап төсекке жатқызатынмын. Әрине, әйелдің еріне қол жұмсағаны ата салтта жоқ. Қайтеміз, Қамардың нервысы дұрыс емес қой». «Неге дұрыс емес?» «Қамар 6 айға толғанда жұмысқа шығып кеттім. Әжең бақты. Жыласа аузына тамақ тыға беретін. Сөйтіп асқазаны созылған. Одан қалса коляскаға селкілдетіп ұйықтататын. Содан миы шайқалып кеткен болу керек. Жалпы біздің балалардың дені дұрыс емес қой. Қасымхан ол Ауғанстанға барып жүйкесі бұзылды. Лекер 3 рет қарнын жарып бала тапты. Қаншама рет наркоз алды. Содан жынды жанар әпкең 3-ші қабаттан құлаған, сөз түсінбейді. Бір нәрсе айтсаң шамданып шыға келеді. Анау Бәтимеш болса 6 жыл наркоманға қатын болып нервный болды. Қайта Құдайға, сосын маған рахмет айт. Балалардың арасында сенің ғана есің дұрыс деп барып тоқтады. Сол сәтте неге екенін білмеймін, өзімді жазықты сезіндім. Алматыға оралғасын қайтадан қаланың бітпейтін күйбең тіршілігіне араласып кеттік. Сол баяғыша үй мен жұмыс арасындағы жолды таптаумен болдық. Шаһарда уақыт бір орында тұрмайды ғой. Күндер зулап өтіп жатады. Шіліңгір шілде аяқталып, жер дүниені шыжғырып тамылжыған тамыз да жетті. Күн қызуын төккен күндердің бірінде маған күтпеген жерден Жұмағали қоңырау шалды. «Алло, Қараш, мен ғой жездең». «Иә, Жұмаш, қалайсыңдар?» «Бүгін Семейде ұлымның тойы болып жатыр. Мен 100 грамм алдым, жастардың бақыты үшін». Осы кезде барып, өз уәдемде тұрмағаным есіме түсіп, абдырап қалдым. Телефонның арғы жағынан Жұмағали: «Жарайды, жақсы Қараш, уақытыңды алмайын. Мен үшін өмірдің еш мәні жоқ. Мен асылып өлем. Төс қалтамда менің өліміме ешкімнің жазығы жоқ деген жарты пара қағаз болады. Қош, Қараш, қош», деді де байланысты үзіп жіберді. Жалма-жан оның номерін тере бастадым. Тек гудоктар, бітпейтін гудоктар. Жездем телефон алмайды. Не істерімді білмей қиналдым. Сосын Қамарға қоңырау шалдым. Ол да телефонын көтермейді. Құдай-ау, бір сұмдықтың болғаны ма, жаным алқымыма кеп тығылғандай. Әпкем, жездеме кезек-кезек хабарласамын. Екеуі де үнсіз. Тек қана гудоктар. Сәлден соң барып әпкеммен тілдестім. «Алло, Қамар, Қарашпын ғой, Жұмағали звондады. Өлем деді. Қайта хабарлассам алмайды, аманшылық па? Сен қайдасың?» деймін, жүрегім аузыма тығылып. Қайдағы өлген? Ол сорлы, мас. Мас ол жатыр. Асылып өлуге ол сорлының жүрегі шыдамайды. Қорқақ емес пе? Қорқақ, деп телефон тұтқасын қоя салды. Әңгіменің соңы. Құрметті оқырмандарым, өз ойларыңызды төменге жаза отырыңыздар. Не түсіндіңіздер? Пікірлеріңіз маңызды. Келесі әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.